Бәріңе сәлем, бұл видеода біз ПТР, яғни полимеразалық тізбекті реакция туралы айтатын боламыз. Сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, жалпы ПТР дегеніміз не? ПТР бұл сізге қызығушылық тудыратын белгілі бір ДНК фрагментінің бірнеше көшірмелерін жасаудың нақты процесі. Бұл әдіс кең қолданылады. Ол үшін көптеген фрагменттер қажет болуы мүмкін. Мысалы, оларды клондап, содан соң плазмидаға енгізіп, әртүрлі тәжірибелер жүргізеді. Мен бұл жерде бір нәрсені түсіндіріп өткім келіп тұр. Біз ДНК фрагментін клондау және плазмидаға енгізу туралы айтқан кезде, бұл бір фрагментті бір плазмидаға енгізуді білдірмейді. Бізге көптеген плазмидалар, сәйкесінше көптеген ДНК фрагменттері қажет болады. Ал тәжірибені ДНК-ның аз бөлігінен бастауға болады. Сонымен ПТР тағы қандай жағдайда қолданылуы мүмкін? ПТР сот сараптамасында және медициналық диагностикада белсенді түрде қолданылады. Мысалы, адамның ДНК-сын белгілі бір ауруларға генетикалық бейімділіктің болуы үшін зерттеу мүмкін. Бұның практикалық маңызы өте зор. Алайда, геннің бір ғана фрагментімен жұмыс жасау қиын. Сондықтан ғалымдар ең алдымен оны көшірудің немесе ДНК-сын көбейтудің, содан кейін барып әртүрлі эксперименттер жүргізудің жолын ойлап тапты. Бірақ бірінші алдымызда көрсетіліп тұрған сызбаларға назар аударайық. Сонымен, бірінші суретте ДНК-ның қос тізбегі көрсетілген. Ол, мысалы, үлгі ретінде бір адамның шашынан алынуы мүмкін, және біз оны көбейткіміз келеді. Яғни, нақтырақ айтқанда, осы фрагменттің өте көп көшірмелерін алуымыз керек. ПТР-дің бірінші сатысы денатурация деп аталады. Бұл ДНК-ның ыдырауы. Денатурация Цельсий бойынша 36 градуста жүзеге асырылады. Бұл судың қайнау температурасына біршама жақын. Түсінгеніңіздей, денатурация өте ыстық жағдайда жүзеге асады. Нәтижесінде қос тізбекті ДНК-мыз екі жеке тізбекке ажырап кетеді. Содан кейін ғана оны суытуға болады. Дегенмен 55 градусты салқын деп айтуға келмейді, бәрібір де ыстық болады. Бұл кезде праймерлер іске кіріседі. Айтылып жатқан процестің бәрі пробиркада жүзеге асырылады. Сонымен, біз ДНК-ны қыздырдық, денатурация жүзеге асты, ал суытқанда праймерлер іске қосылады. Сізде сұрақ туындауы мүмкін, ал сол праймерлер қайдан келіп қосылады? Праймерлер арнайы синтезделеді және әдетте өндіруші компаниялардан тапсырыс беріледі. Оларды пробиркаға салады. Осылайша, ПТР-дің екінші кезеңінде праймерлер ДНК-ның қажетті бөліктерімен байланысады. Сонымен, бізде су ерітіндісі бар. Біз оған ДНК-ның ең алғашқы үлгісін саламыз. Қайталап айтайын, бұл өте кішкентай үлгі. Енді оның үстіне праймерлер саламыз. Оларды таңқурай түспен белгілеп көрсетейін. Әрине, өмірде сіз бұл процесті жай көзбен көре алмайсыз. Шын мәнінде сіз жай ғана ішінде үлгісі бар пробиркаға кішкене сұйықтықтан тамызасыз. Анық болу үшін оларды көптеген нүктелермен белгілеп кеттім. Сонымен біз дайын болған ерітіндіні қыздырдық, ДНК тізбектер ажырады. Праймерлер бұл көшіргіміз келетін ДНК бөлімінің ұштарына сәйкес келетін молекулалар және біз көшіруді қажет ететін ДНК бөлігіне арнайы сәйкес келетін тапсырыс бойынша синтезделген арнайы праймерлерді қолданамыз. Ерітіндіміз суыған кезде праймерлер ДНК-ның қажетті бөліктерімен байланысады. Содан соң ерітіндіні қайтадан қыздырамыз. Бірақ енді 72 градусқа дейін, сол кезде праймерлер ұзара бастайды. Бұл процесс ПТР деп аталғандықтан, үшінші сатысына полимераза деп аталатын фермент қатысады. Яғни полимераза тізбекті праймерден бастап жалғастыра береді. Бұл саты элонгация деп аталады. Сызбада полимеразаны дөңгелектеп белгілеп кеттім. Полимераза жоғары температураға төзімді, бірақ адам клеткасындағы полимераза төзімді емес. Сол себепті арнайы полимеразаны микроорганизмдер клеткасынан алады. Соның ішінде термус акватикус деп аталатын бактерия. Сол себепті ферментті так полимераза деп атайды. Бұл бактерия қайнар көздер мен гейзерлерде тіршілік етеді, яғни ол ыстыққа бейімделген. Бұл жерде тағы бір сұрақ туындайды. Ерітіндіні не үшін қыздырамыз? Мұндағы ең басты себеп әрине ДНК тізбегін ажырату. Бұны жүзеге асыратын фермент іс жүзінде жоқ, сол себепті біз қыздыруға жүгінеміз. Ал суытқанда праймерлер іске кірісіп, ДНК-ның тізбектерімен жеке-жеке байланысады. Так полимеразаны сарымен белгілеп кетемін.
Негізінде ең басында ерітіндіге көптеген нуклеотидтерді де қосу керек. Егер оларды ұмытсақ, ештеңе де жүзеге аспайды. Осылайша праймерлерді бекіткеннен кейін таг полимераза қайта қыздырылғанда, ол еркін жүзетін нуклеотидтер тізбегін құра бастайды. Бұл процесс белгілі бір уақыт бойы жалғаса береді. Әдетте біз өзімізге қажетті фрагмент түзіліп болғанша уақытты есептеп отырамыз. Бірақ бұл процесс бір уақытта тоқтайды. Яғни оны не біз тоқтатамыз, не өзі тоқтайды. Осындай бір цикл нәтижесінде біз ДНК-ны 2 еселеттік. Сіз сұрауыңыз мүмкін, тізбекті реакциямыз қайда? Тізбекті реакция дегенді екі түрлі мағынада қолдануға болады. Бір жағынан полимераза нуклеотидтерден жаңа тізбектер құра береді. Екінші жағынан бұл ұғымды кеңірек түсінуге болады. Біздің процеске экспоненциалды өсу тән. Біз ерітіндіні қыздырдық, ДНК-мыз 2-ге бөлінді, суыттық, праймерлер қосылды, тағы қыздырдық, таг полимераза тізбек құрды. Осылайша 5 штрих соңынан 3 штрих соңына қарай ұзарды. Нәтижесінде бізде 2 қос тізбек бар. Бірақ біз оны тағы қыздырсақ, нәтижесінде 4 қос тізбек шығады. Яғни әр цикл соңында ДНК тізбегі 2 еселене береді. Бұл 35 циклге дейін созыла береді, және бұл 2-3 сағатқа дейін созылады. Циклдың саны алдымызға қойған мақсатқа байланысты. 35 циклдың соңында 2-ның 35 дәрежесіндегі ДНК түзіледі. Бұл миллиардтан көп. Полимераза қашан тоқтау керек екенін қайдан біледі? Деректерге сүйенсек, алғашқы сатыда ол шынында тоқтау керек екенін білмейді. Ал керісінше синтез кезінде фрагменттің соңымен түйісіп қалуы мүмкін. Демек, бұл кезде көшірмелейтін фрагмент қалмайды. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.